Бүгін сіздерге ремонттың екінші частін көрсететін боламын. Барлықтарыңыз атаның бөлмесін сұрапсыздар. Ол жаққа да ремонт жасадыңыздар ма деп. Әрине ол жаққа да жасадық. Бірінші жаңағыдай суды сеуіп, осылай обойдың барлығын балам екеуміз какштық жыртып тазалап алдық. Қалған алынбайтын жердің барлығын жігітіме қалдырып қойдым. Барлық жерді обойларын жыртқаннан кейін осылай сыпырып, тазалап, полдарын барлығын жуып, дайындап қойдық. Қараңыздар, енді бұл досы көріп алыңыздар. Мына жерде карнез барлығы дұрыс болмай тұр. Енді мына жерде кроваттарды шығара алмадық, енді күшіміз жетпеді. Жігітім келгенше мен шыдамаймын ғой, жаман шыдамсызбын. Тез обойларды дайындап жыртып берейін, сразу бастап кетсін деп осылай жыртып тастадым обойларды. Ең бірінші төбеге натяжной орнатады, одан кейін барып обойды жабыстыру керек екенбіз. Сонымен натяжнойды барлығын орнатып, дайындап берді. Одан кейін барып біз уже ремонтқа кірістік. Міне натяжнойды салып беріп кетті. Не жігітім өзі обойын барлығын жабыстырып. Ең соңында барып осылай галтелдің барлығын жабыстырып тастады. Енді бұл жерде қалып тұрған тек қана мына жерге карнез орнатайын деп жатырмыз. Перде ілгенше жалюзи істейін деп ойладым, себебі атаға қатты күн түседі қыздар. Ал досын көріңіздер қыздар, неке осындай керемет қылып, енді кішігірім свежий қылып, осылай бөлмесін барлығын ремонттап дайындап қойдық. Тек қана бұл жерде краскілеу ғана қалып тұр, полды және де батарейканың барлығын краскілейтін боламыз. Енді неке қараңыздар, барлығын жаңартып, кілемін барлығын дайындап қойдық. Енді мына жерге жалюзи заказ беріп қойдым, ол кісілерді келіп қапты, сразу обойды жабыстырып болғаннан кейін ертесіне келіп тұр. Ол кісілер алдын ала бір 2-3 күн бұрын заказ беріп қойған ғой. Келді де сразу оп-оңай екен, дырылдатып тесті де жаңа жалюзиді қойып берді. Осындай түсетін ақ цветін заказ бердім. Енді обойға подсвет, кішкене үйді үлкен көрсетеді ғой ақ цвет. Соған осындай моншақтармен күштілеп тұрып істеп берді. Қараңыздар, әдемі узорлармен, гүлдермен ұнады маған қатты. Ана жақтан енді қатты жарық түсіп тұрғаннан кейін осылай ақшыл болып тұрды. Ата кешкісін әдемі көрінеді екен. Ал бағалап кетіңіздер қыздар, атаның да бөлмесін осылай кішігірім қылып, тап-таза қылып ремонттап алдық. Енді тек қана краскілеу ғана қалып тұр. Сосын біздің бөлмедегі пердені айтыпсыздар, қатты ұзын болып кеткен деп, оны қайтадан тіктіруге берейін деп жатырмын қыздар. Қатты ұзын қылып